Күнтізбенің беті күнді ауысады. Бұл дүние күн сайын қырық құбылады. Біреулер қуанады, біреулер мұңаяды, біреулер сүйсінеді, біреулер күйінеді. Аттың жалы түйенің қомында ғұмыр кешкен ата-бабамыз бұл жалғанды 5 күн жалған деп атаған. Я, жалған десе жалғанақ. Ұлан Байесовтың арамыздан фәни дүниеден бақиға аттанғанына да бір жылға уақыт жуықтапты. Дәл қазір біздер Ұлан Байесов бауырымыз білім алған Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде тұрмыз. Бастауыш сыныбына кіргелі тұрмыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Гүлсара Ғалымжанқызы, саламатсыз ба? Жалпы біз сізден шәкіртіңіз Байесов Ұлан жөнінде сұрауға келдік. Ұлан оқушыңыз жалпы қандай оқушы болды мектеп кезінде, және өзіңіздің есіңізде ерекше сақталған бір оқиғасы болса айтып өтсеңіз, қай партада отырды, сол жөнінде сұрағымыз келеді. Рахмет. Енді Ұлан оқушым 91-92 оқу жылында бірінші сыныпқа қабылданды. Енді Ұланның балалық шағын айтатын болсам, әкесі 30-ға жетпей қайтыс болды. Содан кейін, бір жылдан кейін ол мектепке келді. Анасы мен үш бауыры осы мектепке келіп оқыды. Жаңа анасы алып келді маған. Өте нәзік, кішкентай бойлы болды Ұлан. Сондай кішкентай кезінен адамның көңіліне қарап тұратын, сондай сезімтал бала болды негізінде. Сосын оқу екпіндісі болып оқыды, тәртіпті болды. Оның бір артық қимылын, артық сөзін мен ескертіп, оған ондай оқыс қылықтарын мен көрген жоқпын бастауышта оқып жүргеннен. Сол бастауышта қалай оқыды, тәртіпті болды, ұқыпты болды. Мамасының сол айтқан бағытымен жүрді, апаларының қасында оқып білім алды. Сосын өнерге жақын болды, құштар болды. Сол үлкен осы мектептердегі қандай жаңағы мерекелік кештер болсын, мерекелік ұйымдастырған күндерде, мерекелік күндерде ол соның қасында жүрді. Ол кішкентайынан сол өзінің бойында өнерге деген құштарлығы болды. Бауырларына да, жаңа қарындасына, апаларына да қамқор болды ғой. Қай партада отырды санады? Осы екінші қатардың екінші партасында отырды. Сол жерде отырды. Құрметті көрермендер, мінекей біздер дәл қазір Байесов Ұлан бауырымыздың алғашқы ұстазы тай күнінен танып, өнер жолына баулыған Негаев Айбар Хайдарұлының жанында отырмыз. Айбар аға, енді жалпы алғаш шәкіртіңіз туралы өзіңізден сұрап білсек, жалпы сіз таныған Ұлан қандай жан еді, жалпы өнер жолына қалай бауладыңыз, талантын қалай таныдыңыз, сол жөнінде қысқаша айтып өтсеңіз. Жалпы Ұлан, мен Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебіне қызмет барысымен барған уақытта Ұлан шатаспасам 10-шы сыныпта оқитын еді. Мен барғаннан бері Ұланның жаңа өнерге жақын екендігін, жаңа сабақтан бос уақыттарында ол мектептің акт залында көп кездесетін балалардың бірі болды. Біздің қасымызда қандай шараға дайындалсақ та, соның басы-қасында жүретін Ұлан болды. Ол тамақ ішуді де ұмытып кететін бала болды. Мысалы, кейде мамасынан айтып жатады, осы біздің баламен не жазып жатсыздар, осы тамаққа да келмейді үйге деп. Сол жаңа мектепте ол да бізбен бірге белсене атсалысқан жаңа оқушыларымыздың бірі болды. Енді алғаш рет осы Ерсайын екеуі жаңағы бір бала әнін орындап осы аудандық балдәурен байқауларына қатысқан бір
жақсы өнерпаз балалардың бірі болды. Жалпы өнерге деген ұланның құлшынысы өте жоғары болды, өйткені сол сыныптың оқушылары қандай шара қойсақ та, сол сыныпта жаңа КВН дейміз, ол кезде жаңа қазір КТА ойындары деп айтатамыз, сол ойындарды ұйымдастыруда жаңа өздерінің ойлап шығарып жатқан жаңа импровизациялары барлығы өте сәтті шығып жүрді. Ол кішкентайынан сол жаңа өнер жолының баласы екені көрініп тұрды. Бана сөзіңіздің арасын айтып қалдыңыз, Ерсайын деген тағы да шәкіртіңіз екеуінен жалпы дуэт құрып бір топ құрған екенсіз, сол топ жөнінде. Жалпы мектепте бала сахнадан, мектеп сахнасынан үлкен сахнаға жолға шығулары олардың. Жаңа бізде сол кездері мектепте жас қанат байқауын ұйымдастыратынбыз. Жаңа технология пәнінің мұғалімі Асқат ағамыз біздерге жаңа кубоктар дайындап береді, бірінші орын, екінші орын, үшінші орынның. Сол сахнада жаңағы дуэт болып шыққан жаңа Ерсайын мен осы ұлан сахнаға шығып дуэт болған болатын. Сол жылдар біздің сол Маштек сайдан шыққан көптеген әншілеріміз, шәкірттеріміз деп айтамыз, оқушыларымыз деп айтамыз, сол балалар сол жас қанатқа көбіне құлшыныспен дайындалатын. Өздерінің идеялары болады олардың. Өздерінің жаңа шығарма таңдаудағы үлкен талғамдарын көріп біз риза болатынбыз. Сол жаңа Ерсайын енді папасы да өлең айтты Ерсайынның. Енді ұланның мен мамасын білем, сол мамасы да өнерге жақынау деп ойлаймын. Өйткені сол ұлан өзі сахнаға шыққаннан бері сол мамасы көп демеу көрсетіп жүрді біздерге. Жаңа сахнаға шығатын киім тігуге де қолдау білдірген сол ұлан мен Ерсайынның ата-анасы болды. Енді өкінішке орай екеуінің ерте өмірден кеткендігі жөнінде бүгін мысалы жаңа сіздер сұхбат аламыз деген уақытта маған өте қиын сұхбат беру. Бұл жаңа балаларымыз жөнінде олар тобы деп жаңа бізде жас мамандар сол жылы барған Рая Рахманқызы бар, қасында 1-2 жыл жұмыс жасаған көптеген жас мамандар көптеген шараларды ұйымдастыру барысында осы ұлан мен Ерсайын біздің қасымызда жүрді деп айта аламыз. Осылар бір байқауға қатысатын болғанда біздің балаларымызды Рая Рахманқызы көп ізденіп, осы ұлар деген құс болады екен, таудың басына ұя салады екен шаңына, сондай биікте жүрсін бұлар, елді, халықты шулатып, жаңа үлкен тойдың ортасында жүрсін, жүрген жері деп әнмен думан болсын деп осы ұлар деген құстың атын таңдап алған болатын. Екеуіне ұсыныс жасаған уақытта олар да сол ұларды ұнатып, сол алайық деп, сол ұлар тобы деп олар сол кезде сахнада жүрді. Мен Байесов ұланмын, қалықтаған қыранмын, қалықтатам жаныммен жаңғаланың жыр әнін деп жырлаған жаңа қаланың талантты перзенттерінің бірі Байесов ұлан ағамыздың арамызда жоқ екендігіне көз сенгенмен көңіл сенбейді. Дәл қазір біздер ұлан ағамыздың ең соңғы жұмыс орнында отырмыз. Өзіңізге сұрақ қойсақ, жалпы ұлан әріптесіңіз туралы, досыңыз туралы естелікпен бөліссеңіз. Енді Ұлахан туралы көп әңгіме айтуға болады ғой. Біздер енді тек қана бұл мәдени сарайдың қабырғасында емес, студент кезден таныспыз. Екеуміз Жаһанша Досымханов атындағы педагогикалық колледжге 2001 жылы оқуға түстік. Содан бастап, танысқаннан бастап, араласып, құраластық. Сол колледж қабырғасында жүріп, КВН командасын құрдық. КВН арқылы Оралдың сахналарына, қалалық, облыстық шараларға қатыстық. Сол арқылы республикалық сахналарда өнер көрсеттік. Одан бері қарай оқу бітіргеннен кейін енді әр саланың маманы болып, әр тарапқа кетсек те, ара қатынасымыз ешқашан үзілген жоқ. Енді осы Ұлаханның соңғы жұмыс орны жастар мәдениет сарайы ғой. Осында да біздер 5-6 жылдай бірге жұмыс жасадық.
арамызда енді басшы қызметкер деген бір перде болған жоқ, шыны керек. Бір-бірімізге енді бір қатты келген уақытымызда болған жоқ. Түсінісе отырып, замандас дос ретінде араласып құраластық. Жалпы жұмыс бағытында өте тиянақты болды Олахан. Уақытында жұмысқа келеді, уақытынан бұрын келеді. Бірақ енді жұмыс саласы сол осы сахнаны жарықтандыру болғаннан кейін концерттің соңына дейін отыратын техник мамандар ғой. Жұмысқа ерте келіп, жұмыстан кеш кетеді. Өнер саласы болғасын, бәрімізде сіз де әріптессіз, мысалы білесіз, өнердегі жұмыс жасаған адамда сенбі жексенбі деген жоқ. Жұма күннің 7 күн болса 7 күн жұмыста жүреді. 24 сағат болмағанмен 12 сағат жұмыста жүрген уақыттары болды. Жұмысына адал болды. Ешкіммен бір жұмыс барысында болсын, не болмаса жеке қарым-қатынаста болсын, бір қатты тілге келген уақыттары болған жоқ. Бәлкім енді өмірінің қысқа болғандығын енді сезді деп те айта алмаймыз, дей тұрғанмен өзі қамшының сабындай қысқа өмірде адамдармен сыйласып өткен жақсы ғой. Сол ұстанымды жақсы ұстады деп айта аламын мен ұлан жөнінде. Әкеден ерте қалған азамат, білесіздер, ауылдастары барлығы біледі. Анамыздың тәрбиесін көрген, үлкендердің тәрбиесін көрген азамат. Сондықтан да сол азаматтылығын ол қай жерде де дәлелдеп жүрді. Осы өмірді өткенге дейін дәлелдеп кетті деп айта аламын. Құрметті көрермендер, дәл қазір біздер Байес Ұлан ағамыздың ең соңғы жұмыс орнында тұрмыз. Жұмыс кабинетінде, яғни жарық түсіру, дыбыс жазу, барлығы осы процестер осы кабинетте орын алған екен. Осы жерде жұмыс жасаған бірге әріптесі менің қасымда тұр, Мейрамбек Хайруллин. Бауырымызға сұрақ қойсақ, жалпы сіз таныған Ұлан ағамыз қандай адам болды? Жұмыс барысында бір қызықты сәттер болса айтып өтсеңіз. Ұлан деп айтамыз сіздер. Осы бірге жұмысқа келгелі, ол менен 1 жыл бұрын келді, 2016-да. Қателеспесем, қазан айында келді жұмысқа. Содан кейін, 1 жылдан кейін мен 2017-нің шілде айында осы жұмысқа келіп орналастым. Осы дыбыс жазу студиясына оператор ретінде. Сол кезде енді басында жаңадан танысқан жерде андай жатсынып, азап, жатырқап жүрдік те, бірақ содан кейін осы негізі бізді Олахан екеумізді біріктірген осы дыбыс жазу студиясы. Осы запись жазу барысында ол өзінің ойларын айтып, менен ой сұрап. Бір жақсысы, Олаханның ешқашан сен кішісің деп қарамайды адамға. Бәріне бірдей қарайды. Әрқашан сыйлы, қадірлей білетін, қасында досын, бауырын. Осы кабинетте біздер енді 4 жыл, шамайын 5 жылға дейін бірге отырдық қой. Сол кезде екеуміз бір туған ағалы інілі сияқты болып кеттік. Мен шыны керек өзімнің туған ағалармен көп ойнай бермеймін да. Келемештеп, бұл кісімен еркін ойнай алатын едім. Енді Олахан запись жазу барысында екеуміз бірігіп жасап жүрдік. Жазған кезде де өзінің кеңестерін сұрап, әрқашан айтып жүретін, осы кабинетте отырып бірге түскі асымызды, обедімізді ішіп, бірге күліп ойнап жүретін едік. Жалпы өзінің жұмысына да байланысты, мысалы жарық құралдарына да байланысты, кейбір концерттерде қалай тұру керек, соның бәрін бірге ақылдасатын еді, әрқашан. Басқасымен ақылдаспаса да, маған келіп, осылай етіп құрсақ, мына концертті мынандай етіп құрсақ деп, әрқашан
и жаңа өзінікінде тұрып қалмайды да, бір жақсы ақыл тыңдап, мысалы мен айтсам былай айтып қояды десең әрқашан тыңдап бойсынып жүретін сағынамыз әрине. Жұмысқа келген кезде де еске түсіп кетеді кейбір нәрселер. Қазір енді бұл кабинеттен ол ісін енді еске түсіретін өзінің бір жеке қолданып жүрген кесесі бар. Сол кесені алып қалдық, қалған бәрін енді тума туыстары жинап алғасын жерде беріп жібердік. Енді жақын жолына әрқашан көңіл айтып жүреміз. Құрметті көрермендер, дәл қазір біздер Байесов Ұланның досы Асланбектің жанында отырмыз. Жалпы сізге сұрақ, Ұланмен достықтарыңыз қалай басталды, ол жалпы қандай азамат еді, сол тұрғысында айтып өтсеңіз. Енді Ұлан бірінші класстан бастап бірге оқыдық, 11 жыл бойы. Енді сол достығымыз осы күні кешеге дейін бірге болды ғой. Енді ол мектеп кезінде жақсы озат оқушы болды. Класстың ішінде жаңағы білімді, жаңағы мектепте болып жатқан шараларда жаңа үздік неде көрініп жүрді постоянно. Сол енді 11 жыл бірге оқыдық. Ой, жақсы адам, яғни жуас, кісіге бөтен ойы жоқ, адам сыйлауы жақсы адам болды енді. Енді Ұлан туралы енді көп қой, енді айта берсек енді. 11 жыл бойы, одан кейін қалада жұмыс жасады, ауылда жұмыс жасады, бәрінде бірге болдық. Достығымыз осы күнге дейін бірге болды. Яғни ағайындай араластық, өзімізге, семьямызбен түгел. Енді ол естеліктер көп қой енді. Мына фотосы енді екеуміздің бір қонақтықта жаңағы көбіне сол жаңа оқуын бітіріп жұмысқа орналасқаннан кейін асаба болып жүрді көбіне той топырларда осы күнге дейін. Енді естеліктері көп, былай жалпы енді айтқанда олар. Ол енді Ұлан досымыздың армандары көп болды. Ол енді мына ауылда мәдениет үйінде жасап жүргенде негізгі арманы новый мәдениет үйін салу, жаңа сонда жұмыс жасау. Мәдениет үйі ескірді деп бірталай жас ауылдың балдарын тәрбиеледі, КВН-ға бәрі де сол тәрбиелеген балдардың бәрі жақсы жұмыста, қазір бәрі де жақсы тәрбие алды Ұланнан. Дәл қазір Мәстексай ауылдық округінің ескі мәдениет үйінде тұрмыз. Бұл жерде Байесов Ұлан бауырымыз қызмет жасаған, ат жалын тартып мініп, осы жерде ауыл жастарымен бірге қызмет жасап, ауылдың мәдениетін көтеруге барынша атсалысқан. Мінекей ескі мәдениет үйінде тұрмыз. Менің жанымда Ұлан бауырымыздың шәкірті Әділет бауырымыз тұр. Жалпы осы Ұлан туралы естелігімен бөліссең, таныстықтарың қалай басталды, қандай қызметтер атқардыңыздар, сен таныған жалпы Ұлан қандай азамат еді, сол жөнінде айтып өтсең. Рахмет көп. Бірінші енді Ұлан ағамыз біздер 2006-2007 жылдар болу керек. Сол уақытта ең бірінші танысқан болатынбыз. Ауылдың жақсы деген жаңағы балаларын жинап, өнерпаздарын жинап, осы өнерге алғаш бастаған Ұлан ағамыз болатын. Жаңағы оқушылардың барлығын жинап, біздер КВН командасы құрдық сол кезде. Сол командамен түрлі жарыстарға барып, ауданның жалпы 5 дүркін жеңімпаз атандық. Біздер КВН командасы сол кезде облысқа да барып өнер көрсетіп жүрдік лигаларда. Өзінің іскерлігімен, еңбекқорлығымен қыстың салқынына қарамай, жаздың ыстығына қарамай бізді шақырып дайындап, ерінбейтін, бірге әзілді, бірге жазатынбыз. Басынан аяғына дейін, соңына дейін жүретін бізбен бірге.
жалпы еңбекқорлығы бар. Өзінің сол еңбекқорлығымен кішкентай ауылды үлкен жетістікке жеткізіп, біраз оқушыларды, жігіттерді жақсы деңгейге жеткізді. Қазір ол адамдардың барлығы өздерінің орнын тауып, жаңағы әркім өзінің орнын тауып, өзінің сол ұлан ағамыздың арқасында сондай жетістікке жетті. Ұлан ағамыз рахметімізді айтамыз, осы кезге айтып келдік те. Жалпы енді осы жерде, осы сахнада түрлі шаралар болсын, КВМ болсын, концерттер қойып бірге жүрдіңдер, осы? Әрине, осы ескі мәдениет үйі, осынан бастадық барлығы. Жаңағы ар жағында дайындалып, әзіл шығарып, бірге келіп, осы жаққа келіп қарайтынымыз. Біздің жаңағы бастығымыз көшеде отырады, жаңағы отыратын жері. Редактор жасайды шуткаларды, мынау керек емес, мынау ұят болады, мынау болмайды. Сахнада осылай тұру керек, сахна мәдениеті, қалай сөйлеу керек, қалай тұру керек, барлығын үйреткен болатын сол кісінің арқасында. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп жырлаған екен хакім Абай. Біздер осы түсірілімді түсіру барысында Байесов Ұлан бауырымыздың өткен өмір жолына сыр шерттік. Алғашқы ұстазымен сұхбаттастық, досынан және әріптесінен ең соңғы жұмыс жасаған орынның басшысымен тілдестік. Және өнерге алғаш баулыған ұстазынан сұрақтарымызды қойып сұрап білдік. Жалпы адам өлгенмен оның жасаған жақсылығы, елге істеген игілігі өміршең болмақ, мәңгі жасай бермек.